Зомбилар, сезімнен айырылған тірі өліктер. Кинолар мен ойындар арқасына олардың бейнесі күннен күнге дамып, танымал болып келеді. Образдары әртүрлі болғанымен, эмоциялары мен мінездері ұқсас. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан-Ус арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздерге камераға түсіп қалған шынайы зомбиларды көрсетеміз. Арнаға жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл видео Бразилиядағы бір ауруханада болған. Күзетшілер мен дәрігерлерге науқастан шошып, бәрін видеоға түсіріп үлгерген. Оның жағасында ашық жара бар. Қолдары артқа қайырылған. Біресе айғайлап, біресе күліп, өзін-өзі түсінбейтіндей күйде болған. Ауруханаға келмей тұрып-ақ адамдарға шабуыл жасапты. Енді күзет қызметкерлеріне де тап бермекші сияқты. Está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos pecadores. Não nos deixei cair. Ал бұл видео ғаламторда шарлап кеткен нағыз вирус роликке айналды. Бір адам көліктің артында отырған бір түрлі жанды байқап қалады. Қатты шошыған ол дереу полицияға хабарласады. Қуып жатқан сәтін көріп, бәрін видеомен фотоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктейді. Кадрда отырған бойжеткен есін білмейтіндей күйде. Желі қолданушылары оны кинолардағы зомбиге ұқсайды деп жазып, кейіннен оған зомби қыз деген атау берді. Бірақ тексерістен кейін оның қанында тағы да есірткі болғаны анықталды. Бұл есірткі адамды неше түрлі жаман жағдайға жеткізетінін айқын дәлелі. Сондықтан достар, ешқашан есірткіге жоламаңыздар. Бұл жолы бейтаныс адам біреудің ауласына кіріп, есікті сындырып, ішке кіруге тырысқан сәті камераға түсіп қалған. Видеоны қарасаңыз, оның түрі расымен де зомбиға ұқсап тұр. Жасап жатқан әрекеттерде нағыз кинолардағы зомбидің қимылындай. Көрген жанды бірден шошытатын сәт. Ал бұл видеода жастар түнде өз үйінің алдында арылдаған дыбыстарды естіп қалады. Қорыққан жігіттер бірден телефон камерасын қосады. Алыстан ақсандап келе жатқан белгісі жан жақындаған сайын жағдайы қиындай түседі. Жігіттердің бірі, біз сізге көмектесе аламыз ба? Сізге не болып деп сұрайды. Бірақ ол кенеттен зомби секілді шабуыл жасап, бәрін шошытады. Ғаламторда көргендер екіге бөлінді. Бірі бұл расымен зомби десе, енді бірі ішіп алған адам ғой деп жазды. Ал видеоны түсірген жігіттер бұл күнді ешқашан ұмытпаймыз деп айтып қалды. Dude, she's getting... Get out, go. Dude, that thing's getting closer. Brian, call the cops. Brian, come here. Бір ютубер ескі қаңырап бос қалған үйлерді аралап, қорқынышты сәттерді түсіргісі келеді. Ол көп жылдан бері қарауы жатқан ангарға кіріп, мұндайды бірінші рет көріп тұрғанын айтады. Іште жүрген кезде ол бір аяқ дыбысын естиді. Қызығушылықпен сол дауысқа қарай беттейді. Артқа бұрылғанда қараңғылықтың арасынан бір құбыжық оған қарап тұрғанын көреді. Көрініс сырттай өтірік сияқты көрінгенімен, егер шын болса, бұл мүгедек немесе үйіз қаңғып жүрген біреу болуы да мүмкін еді. Аргентинада автобус жандармай құятын жерге тоқтайды. Ойламаған жерден зомби тәріздес адам автобустың тура алдына шыға келіп, айғайлап, баспен терезені ұрып, адамдарға шабуылдамақшы болады. Жолаушылар басында мас ауру адам деп ойлап қалады. Бірақ оның сұрт терісін, аузы қан екені, зомби сияқты екенін көреді.
vai dar uma cacetada. Ah. Eita! Morreu, não vai morrer essa porra. Aí ninguém, mano. Parece uma polícia aí. Eita! Morreu. Dessa vez vai morrer. Ауруханада түсірген тағы бір видео ғаламторда шұғылатты. Онда қара нәсілді жігіттің қимылдары шын зомби тәрізді көрінеді. Ол біресе отырады, біресе ойланып тұрады. Қимылдары түсініксіз. Тіпті естен айырылып қалғандай әсер қалдырады. Көргендер бұл шынымен зомби ме әлде жай ғана жүйке ауру бар ма адам ба деп екіге бөлінді. Ал бұл әйелді бір адам камераға түсіріп тұрады. Ол өзін ұстай алмай қисаландап кетіп бара жатады. Ол қорқынышты дыбыстар шығарып, жанындағыларды қатты шошытқан. Ғаламторда пікірлер екіге бөлінді. Біреулер бұл жай ғана фильмнің түсірілмесе, тағы біреулер жоқ, бұл нағыз зомби деп жазды. Достар, егер видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Келесі видео қандай болсын, өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Сол туралы видео шығады. Достар, аямай лайк басып кетіңіз. Қош, сау болыңыз.